Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сендермен бірге мен Бағдәулет ағайларың және сендерді өзімнің жаңа нұсқатылы сабағымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгінгі видео сабақта сендермен бірге мен жаңа 2025 жылғы тест сұрақтарын талдайтын боламын. Барлық бүгінгі нұсқатылы сабағындағы пайдаланатын тесттер, грамматикалық тақырыптардың барлығы ол дәл осы маусым айында ұлттық бірыңғай тестін тапсыратын, нағыз опытын тапсыратын оқушылар үшін өте актуальны. Сол себептен де бүгінгі сабақтағы барлық жаңа сөздердің барлығын міндетті түрде конспект ретінде дәптерлеріңе жазып алып отырыңдар. Өйткені бүгінгі нұсқатылы сабағында талдайтын сұрақтар ол нағыз ұлттық бірыңғай тестінде келіп қалу ықтималдылығы өте жоғары. Жарай ма? Кеттік. Көп созбай бірінші сұраққа көшейік. Так, алғашқы бізде 5 сұрақ именно синоним антонимдерге байланысты болады. Өйткені қазір нағыз ұбт-да синоним антонимдерге байланысты өте көп сұрақтар келіп жатыр. Олардың барлығы бізде аспект кітабынан алынған, и мұндағы сұрақтардың сөздердің барлығы бізде аспект кітабынан алынған. Так что мұқият назар аударамыз. Бірінші, captivating деген сөздің мағынасын тап дейді. Which word means the same as captivating дейді. Captivating деген сөз. Бірінші оқушылар, ол көз жауын аларлықтай деген мағынаны білдіреді. Яғни ол дегеніміз сұлу, әдемі деген сөз, керемет деген мағынаны білдіреді. Енді ordinary деген сөз бұл қарапайым деген мағынаны білдіреді оқушылар. Жазып алыңыздар. Қарапайым деген сөз. Бұл мына сөзбен синоним болмайды. Fascinating деген бұл вариантындағы сөз бұл керемет, әдемі деген сөз. Яғни мына сөз fascinating, captivating бір-бірімен синонимдер екен. Демек, бізде бірінші сұрақта Б жауабы дұрыс болады. Ал tedious and monotonous деген сөздер бұл monotonous деп те оқылады. Іш пыстырарлық деген мағынаны береді. Сондықтан да бұлар captivating деген сөздің наоборот керісінше антонимдер болып кетеді. Сондықтан да дұрыс жауап тек бізде fascinating Б варианты дұрыс. Келесі екінші сұрақ. Choose the best synonym for rejection. Rejection сөзінің дұрыс ең сәйкес келетін синоним тап дейді. Жалпы rejection деген сөздің түбі reject деген сөзден шыққан, ол бас тарту деген мағынаны береді. Яғни ал rejection деген сөз ол, конечно, ол да бас тарту деген сөз, бірақ зат есім ретінде қолданатын сөз. Енді мұнда approval, acceptance, denial and perseverance деген 4 күрделі, яғни деңгейі жоғары сөздер бар. Давайте әрқайсысын бөлек-бөлек талдап түсініп алайық. Өйткені осы сөздер сіздерге нағыз ұлттық бірыңғай тестіне келіп қалуы мүмкін. Бірінші бізде perseverance деген сөз. Ол қарасаңдар оқушылар C2, яғни бізде advanced деңгейіндегі сөз болып табылады екен. Қандай мағынасы? Continued effort to do or achieve something even when this is difficult or takes a long time. Яғни қандай да бір іс-әрекет ұзақ уақыт алғанына қарамастан сіздер іс-әрекетті жасауды доғармайтын болсаңыздар, яғни бұл қазақ тілінде адамның қайсар мінезі, яғни қайсарлылық деп аударылады. Perseverance деген сөз. Енді екінші approval деген сөз. Бұл intermediate деңгейіндегі сөз екен. Official permission, яғни ресми рұқсат беруді біздер approval деп атаймыз. Яғни approval, agreement, assent, say so деген секілді оның синонимдері бар. Келесі denial деген сөз. Ол deny деген сөзден шыққан, бас тарту, мойындамау. Ал denial деген сөз a statement that something is not true or does not exist. Қандай да бір нәрсенің дұрыс емес екендігін айтылған сөз дейді. Немесе statement that someone has not done something, яғни адамның бір нәрсені жасамағандығын айту, яғни мойындамау деген сөз. Көрдіңіздер ме? Демек, denial деген сөз бізде қандай еще қарасаңыздар C2, advanced деңгейіндегі сөз болып табылады екен бізде. Acceptance. Acceptance деген сөз қандай дейді? The act of agreeing to something such as an offer or invitation. Мына acceptance деген сөз әдетте acceptance letter деген сөзбен тіркесіп келеді, яғни қабылдау жөніндегі хат дейді. Яғни сіз шетелдің бір университетіне заявка тапсырып түсіп кетсеңіз, сізге қабылдау жөніндегі хат келсе, онда acceptance letter болып табылады. Аумин, барлықтарыңыз шетелге түсіп кетіңіздер деп осы орайда. Олай болса, бізде қараңыздар оқушылар. Rejection деген сөзге қай сөз бізде синоним болып табылады? Denial деген сөз болады, өйткені екеуде бас тарту, мойындамау деген сөз. Approval деген сөз жаңа айттық, не қылды? Ресми
рұқсат беру. Acceptance қабылдау. Perseverance қайсарлылық деген сөз. Denial деген сөз бас тарту деген сөз, яғни С жауабы бізде дұрыс болып тұр. Үшінші сұрақ. Choose the best synonym for praise. Praise сөзінің синонимін тап дейді. Енді мына жерде inquire, feedback, compliment and greeting деген 4 сөз тұр. Praise деген сөз ол жалпы оқушылар біреудің жасаған іс әрекетіне байланысты мадақтама айту деген сөз. Енді inquire деген сөз көпшілігіңізге таныс болмауы мүмкін, бірақ кейбір оқушылар айтады менде, аға inquire деген сөз көп жерден көрдім, бірақ оның не деген мағынада беретінін білмеймін деп. Жалпы давайте соған нүкте қойықшы. Inquire деген сөз бұл B2, яғни intermediate деңгейіндегі сөз, просто қарапайым ақпаратты сұрау деген сөз. Яғни ask деген сөздің синонимі бізде inquire болып табылады. Обычно inquire деген сөз бұл ресми түрде қолданады. Мысалы, I would like to inquire деп айтсаңыз болады. Немесе I'd like to ask дегеннен гөрі. Так что екі бір-біріне синонимдер. Және айттық, praise деген сөз мадақтама деген сөз. Оның бізде беретін мағынасы to express strong admiration for an approval of a person or someone, немесе something has been done. Келесі. Оны болса бізде дұрыс жауап не болады екен? Praise деген сөзге feedback деген сөз кері байланыс деген сөз, compliment біреуге мадақтама беру. С жауабы дұрыс болады екен. Ал greeting деген сөз біреуді қарсы алу деген сөз. Мысалы, қонақ үйге келсе, оны қарсы алған болсаңыз, оны бізде greeting деп атайды. Провожание дейді. Орыс тілінде дұрыс айтқан сияқтымын. Так, 4-ші сұрақ. Synonym for delicate. Delicate сөздің синонимін тап дейді. Loud деген сөз дыбыстың қатты жаңғырып естілуін айтады. Bright деген сөз бұл жарықтың қатты болуы. Heavy деген сөз бір заттың ауыр болуы, Ал енді fragile деген сөз бұл өте күрделі сөз десек болады, яғни деңгейі күрделі. Ол C2, яғни advanced деңгейіндегі сөз болып табылады екен. A fragile object is easily damaged or broken. Яғни біз қандай да бір затты fragile деп сипаттайтын болсақ, онда ол затты біздер өте оңай не болмаса жеңіл бірден сындырып не болмаса жарақаттап алуымыз мүмкін. Яғни бұл әлсіз деп аударуымызға болады қазақ тілінде. Енді астына қарайтын болсаңыздар, breakable, brittle не болмаса delicate деген 3 синоним көрсетіп қойған. Демек, fragile, delicate деген сөздер олар бір-бірімен синонимдер болады екен, яғни олар өте әлсіз деген мағынаны білдіреді. Енді мында delicate деген сөз оқушылар, бұл қарапайым өмірде өте жиі қолданатын сөздердің бірі, сондай-ақ ол қазіргі таңда поп культурада, әуендерде өте жиі қолданыстағы сөздердің бірі болып табылады. А вот сіздер білесіздер ме, Taylor Swift'тің бізде delicate деген әуені бар. Давайте бірге тыңдап көрейік, чтобы сіздердің естеріңізде жақсы сақталу үшін. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Isn't it, isn't it, isn't it? Isn't it? Isn't it, isn't it, isn't it? Isn't it delicate? Хорошо. Кеттік. Олай болса, 5-ші сұраққа көшейік. Type of vehicle. Кейбір адамдар бізде бұны vehicle деп айтып отыр, Жоқ, vehicle емес, бұл vehicle деп дыбысталады. Енді vehicle деген сөз бұл көлік деген мағынаны береді оқушылар. Қандай көліктің түрі бар екен көрейік. Violin дейміз, бұл бізде инструмент, Ол көліктің түрі болып табылмайды, ол инструменттің түрі болып табылады. Tulip дегеніміз бұл бізде flower, яғни гүлдің түрі. Андай не дейді ғой? Royal Tulip дегенімізде үлкен отель бар ғой Алматыда, алдында тюльпан түрі бар. Laptop дегеніміз бұл бізде device, Мұнда менің қолымдағы ноутбукты лаптоп деп атаймыз. Және helicopter бұл бізде вертолет, әлбетте ол бізде vehicle болып табылады. Демек, D жауабы дұрыс болады, Яғни сіздер көлікте не істейсіздер? Бір жерден екінші жерге алып баруға көмектесетін құрал. Сол секілді біздер вертолеттен бір жерге екінші жерге тасымалдайтын құрал ретінде қолданамыз ғой. Так, 6-ші сұрақты көрейік. Енді a rocking chair moves. Аяқтаймыз. Енді back and forth
round and round, up and down, не болмаса in and out. Қай вариант дұрыс болады? Енді a rocking chair дегеніміз ол не деп сұрауларыңыз мүмкін? Ол келесідей, аяғы мынадай дөңестеу келген, қисық болып келген, яғни алдыға артыға тербелетін орындықтың түрі. Яғни алдыға артқа дегенді ағылшын тілінде қалай айтамыз? Back дегеніміз артқа, forth дегеніміз алдыға, яғни алдыға артқа, back and forth. Сондықтан A жауабы бізде дұрыс болады екен. Round and round емес, Жетінші сұрақ. I wish I could play the piano. Мынау бізде subjunctive mood, яғни оны қалаурай деп те айтсақ болады. Әттең мен пианино ойнай алғанымда ғой шіркін дейді. Яғни дәл қазір мен пианино ойнай алғанымда ғой. Алайда мына сөйлемді егер біздер басқашалай қалай айтамыз? Демек мен қазір пианинода ойнай алмаймын деген сөз. Яғни менің қолымнан сол әрекетті жасау дәл қазір келмейді. Яғни present simple'да can модалитесін қолдануымыз керек. Қай жерде can модалиті қолданып тұр? But I can't. Б жауабы дұрыс болып тұр. Қазір мен пианинода ойнай алмаймын. Б жауабы дұрыс болады. Қалғандары келмейді. But I don't. So can I. But I couldn't. Қараңыздар, С жауабы дұрыс болмайды, өйткені мен де ойнай аламын деген сөз ол. Так, 8-ші сұрақ. The odd one out. Қай вариант бізде артық болып тұр дейді. Unhappy, friendly, irregular, не болмаса disagree. Так, А варианты unhappy деген сөз, happy деген сөздің түбірі, un дегеніміз ол бізде префикс. Friendly деген сөз ол жерде префикс жоқ, Irregular деген сөзде ir дегеніміз бізде префикс, regular түбір болады. Мына жерде friend деген сөз негізі бізде түбір, ly дегеніміз жұрнақ. Disagree деген сөздің түбірі agree, dis дегеніміз бізде префикс. Яғни un, ir және dis деген осы үш негативті мағынаны білдіретін бізде префикстер қолданылып тұр. Яғни қай сөзде бізде префикс жоқ? Бұл вариантында. Сол себептен де бізде бұл вариантты артық болып тұр. Қалған жауаптарда бізде негативті префикстер қолданылып тұр. 9-ші сұрақты көрейік. Appropriate preposition. Дұрыс демеуді тап дейді. They always celebrate New Year's Eve. Олар әрдайым жаңа жылда тойлайды дейді. Енді қараңыздар. Мұнда жаңа жыл дегеніміз ол бізде праздник, осындай бір сауық кеш өтетін мереке. Енді осындай нақты мереке күндерінің алдында сіздер on деген демеуді қолдануларыңыз керек. Демек, they always celebrate on New Year's Eve. Яғни С жауабы дұрыс болады екен. Жаттап алыңыздар. Кез келген осындай мереке күнінің алдында on демеулі келу керек. 10-ші сұрақ. Countable noun, саналатын зат есім. Advice бізде саналмайтын зат есім, оны бізде санайтын болсақ, a piece of advice деп айтымыз керек. Так, bread деген сөз бұл нан. Қазақ тілінде нан санауға келетін болғанмен, ағылшын тілінде нан саналмайтын зат есім болып табылады. Ағылшын тіліндегі батон нан дегенді олар a loaf of bread деп атайды. Idea. Мысалы, менің миымда 10-20 идея болуы мүмкін, яғни идеяларды біздер санауымызға болады. Бірінші идея мынау, екінші идея мынау, үшінші идея мынау деген секілді. Демек, С жауабы бізде саналатын зат есім болады. Оны ideas деп айтуымызға болады тоже. Ал енді weather бізде ауа райын санай алмаймыз. Одан да жауабы қате. 11. The correct option. Дұрыс вариант тап дейді. The dog jumped the fence and chased the squirrel. Ит секірді қай жақтан? Шарбақтан дейді, және chased the squirrel. Squirrel дегеніміз ол бізде тиін, яғни ит тиінді артынан қуды және шарбақтың үстінен секірді. Енді ол ит шарбақтың астымен секіре алмайды, шарбақтың артымен секірмейді, шарбақтың ішіне секірмейді ғой, ол шарбақтың үстінен секіреді. Яғни үстімен деген беретін сөз ол over. А жауабы дұрыс болады екен. Мына суретті көріп тұрмыз ғой даже, әдемі көрсетіп тұр. Прям дәл осы сөйлемді әдемі сипаттап тұр мына сурет. Так, 12-ші сұрақ. The correct interrogative sentence. Дұрыс қандай сөйлем тап дейді? Interrogative деген сөз не оқушылар?
Жалпы interrogative деген сөздің түбірі interrogate деген сөзден шыққан. Бұл тергеу деген мағынаны береді. Жалпы егер біздер бір логикаға салатын болсаңыздар оқушылар, тергеу барысында ең бірінші несі жасалынады? Сұрақ қойылады. Демек, interrogative деген сөз ол сұраулы сөйлем деген мағынаны береді. Яғни сұраулы сөйлем тап дейді. Мұнда қандай сұраулы сөйлем көріп тұрмыз? Жалпы cake бізде не болады? Tastes болады, cake tastes. Cake tastes delicious. То есть торттың дәмі әдемі дейді. Яғни мына жерде tastes дегеніміз бізде ол present simple болады. Енді present simple'да сұраулы сөйлем қалай жасалады? Ең бірінші бізде сұраулы сөйлем жасалған кезде W не болмаса H пен басталатын бізде сұраулы сөздер болады. Яғни олар question word болады. Мұнда how delicious, what delicious, what a delicious cake, how delicious. Қараңыздар, мұнда д жауабы болуы мүмкін. Не болмаса а жауабы болуы мүмкін. Өйткені what a delicious cake this is дегеніміз бұл қалай болады? Леп белгі, яғни оны біздер ағылшын тілінде exclamation sentence деп атаймыз. Енді мына what delicious cake is this деп айтпаймыз. Енді how delicious деген не келу керек? Бізде ағылшын тілінде көмекші етістік, оны auxiliary verb деп атаймыз. Present simple'да көмекші етістік ол do не болмаса does. Одан кейін бізде subject, не болмаса name of the subject болады. Одан кейін барып етістіктің бастапқы бірінші формасы келеді. Яғни how delicious does this cake taste? Д жауабы дұрыс болады екен. Именно а жауабы дұрыс болмайды, өйткені мына жерде еще tastes деген сөз оқушылар. Бұл бізде verb S, verb one емес. Именно мына формулаға тек д жауабы сәйкес келіп тұр. 13. The correct reported speech. Дұрыс төлеу сөзі тап дейді. Original statement. Оригинальный сөйлем қандай дейді? If I had more time, I would join the committee, she said. Енді мына сөйлемді біздер reported speech-ке айналдыратын болсақ, мұнда would деген сөз өткенше қала береді. Бұндай модаль етістіктер өзгеріске ұшырамайды. Алайда мұнда біздер не көріп тұрмыз? Had time деген қарапайым сөйлем көріп тұрмыз. Бұл бізде past simple. Енді past simple'да біздер reported speech-те қандай past perfect жағына жылжытуымыз қажет, Өйткені reported speech-те сөйлем жасалған кезде шақтардың қиылысуы орын алады. Естеріңізде бар болса, past perfect. Демек, мұнда had past perfect-ке айналатын болса, онда не болу керек? Міндетті түрде had past perfect формуласы қандай еді? Had plus verb 3 не болмаса verb ed болады. Енді have деген етістік ол бізде бұрыс етістік, оның үшінші формасы had болады. Сондықтан had. Ағай, сіздер сұраларыңыз, ағай had деп айтуымызға бола ма? Что-то екеуі қатарынан келіп кетті ғой, болмайтын сияқты деп. Оқушылар, бұлай айтуға әбден болады. 100% маған сеніңіздер, өйткені мұнда бірінші had дегеніміз ол көмекші етістік, екінші had дегеніміз ол бізде verb 3 болып тұр. Сол себептен б жауабы бізде дұрыс жауап болады. She said that if she had more time, she would join the committee болу керек. 14. They wish they not so busy. Так, мен мына тақырыпты өте көп түсіндірген болатын. Ал тағы да бір есімізге түсіре кетейік. They wish болса, онда одан кейін бізде past simple не болмаса past continuous жағы, не болмаса past perfect жағы келу керек. Олай болса, they wish they were not so busy, а варианты дұрыс болады. They did not so busy деп айтпаймыз. Өйткені did not дейтін болсақ, мына жерде verb one келу керек. Ал мына жерде ешқандай verb one жоқ. Сол себептен де б жауабы дұрыс болмайды. Ал do мен are бізде present simple'да қолданылатын етістіктер. 15. The delegation's flight to Geneva бос орын at 6 a.m. tomorrow as per the initiatory. Енді мұнда оқушылар ағылшын тілінде мына бір ережені еске қайттан сіздерге салып жіберейін. Алдымен ол ереже кіріспес бұрын көп оқушылар ойлауы мүмкін. Ағай, мына жерде
will leave болады, потому что бұл іс әрекет болашақта орындалады ғой, кешкі сағат таңғы сағат 6-та ұшады деген секілді. Алайда мына ереже бар, present simple'дың алтын ережесі, ол болашақта именно кесте бойынша орындалатын іс-әрекеттер немесе оқиғалар үшін біздер present simple шағын қолданамыз. Мысалы экранда қараңыздаршы, мұнда ресторан кешкі сағат 7-те ашылады, бірақ біздер оны түскі сағат 3-те айтып отырмыз. Ресторан кешкі сағат 7-те ашылады, бұл болашақта орындалатын іс-әрекет, алайда ол кесте бойынша сол уақытта орындалатын нәрсе болғандықтан біздер present simple шағын қолданып тұрмыз. Сол секілді мына жерде де ұшақтың ұшуы кестеге байланысты болғандықтан the delegation's flight to Geneva leaves жауабы дұрыс болады екен. Present simple. Үшін мына flight деген сол бізде it қой, it деген екен verb s келу керек. 16. The ing form is used after. Енді мұнда 4 вариант бар. Expect, offer, agree, manage, hope, refuse, admit, postpone, deny, beg, persuade, urge. Өздеріңіз білетін оқушылар. Expect деген екен всегда бізде 2 plus verb 1 келеді, иә? Manage деген екенде всегда 2 plus verb 1 келетін естеріңізде шығармаңыздар. Admit verb ing мен келеді. Postpone verb ing мен келеді. Deny тоже verb ing мен келеді. Енді мұнда жерде beg, persuade, urge деген кезде beg verb 1 мен келгенмен 2 plus verb 1 мен. Мұнда persuade немесе urge деген секілді сөздерден кейін оқушылар обычно persuade someone to do something болады, urge someone to do something деген формалармен келеді. Ал қалғанына жерде admit, postpone, deny үшеуі ғана бізде verb ing болады. Сондықтан дұрыс жауап бізде 16-та с жауабы. Енді тағы да мына жерде urge деген сөз бар. Urge деген сөз бұл адамды асықтыру деген мағынаны білдіреді біріншісі, ал екіншісі бұл адамның бір нәрсені жасауға деген қатты қалауы. Мысалы, I have an urge to drink coffee. Мен кофені өте қатты ішуді қалап тұрмын деген, қалаймын дейді. Яғни көрдіңіздер ме? Мына жерде urge деген сөз не болып тұр? Уже зат есімге айналып кетіп тұр. I have an urge to drink coffee. Мына бір суретте, ол менің суретім деп па? Мен кофені ішкен өте қатты жақсы көретін. Келесі 17. He insisted on us leaving immediately. Мына сөз бізде direct speechте қалай өзгеру керек деп тұрсыздар. Енді insist деген етістіктің беретін мағынасы не? Соны түсінулеріңіз керек оқушылар. Insist деген сөз ол не еді? To say very firmly that something is true or must be done, and you keep saying it even if other people disagree or hesitate. То есть бір нәрсені жасауды сіздер не қыласыз? Қайта-қайта айта беруді insist on деп айтамыз. Енді оның екі түрлі жасау жолы бар, иә? Бірінші, insist ол әрдайым on деген демекпен келеді де, одан кейін барып я зат есім, не болмаса verb ing келуі мүмкін. Мысалы, they insisted on silence, не болмаса she insisted on driving. Екінші жасау жолы бар, ол insist деген екен that деген сөздің келуі. I insist that you come. Не болмаса Tom insists that he saw a UFO. Қараңыздар, не еді? Том өзінің жаңағы летающий тарелка дейді ғой. Летающий тарелка көргенін айтып қоймады дейді, мен көрдім деп айтты, алайда оның қасындағылар сенбесе де, оның шындық екендігін айтып дәлелдегісі келді деп тұр. Енді оқушылардан қараңыздар. Insist plus on plus gerund reports a firm requirement about doing something. Яғни мына құрылым бізде бір нәрсені міндетті түрде жасау керек деген секілді, яғни бұл жерде қажеттіліктің бар екендігін көрсетіп тұр. Еще ол қажеттілік өте жоғары деңгейде болады деген сөз. Енді мұнда қараймыз. I'm leaving immediately, he announced. Мен дәл қазір кетіп баратырмын деп айтты дейді. Алайда мына жерде us деген сөз көріп тұрмыз. Демек бізге не керек? We деген сөз қажет. We деген мына жерден көріп тұрмыз. И д жауабынан көріп тұрмыз, ал с жауабында you, а жауабында I болып тұр. Демек а мен сынсыз бастаймыз. Б жауабы why don't we leave now, he asked. Енді қараңыздар, мына жерде қазір кетсек қалай қарайсыздар деп тұр. Бұл reported suggestion болып тұр, яғни біреуге ұсынып тұр. Мынау маған келмейді. We must leave now, he said. Мынау бізде уже не болады? He insisted on us
leaving immediately. Вот, мына жерде бізде д жауабы дұрыс болады екен. Біздер дәл қазір кетуіміз қажет деп айтты ол, иә? Давай кеттік, давай жылдам кетуіміз қажет деп айту керек қой. Вот осыны біздер insistent деген етістік арқылы жеткіземіз. Ұмытпаңыздар, бұл сөз өте жиі келеді. 18. Correct gerund in an idiomatic expression. Негізі мынау бізде оқушылар идиомалық сөз тіркесі. It's no use, потом мына жерде бос орын over spilled milk. Spilled milk дегеніміз бұл төгіліп қалған сүт деген сөз. Жалпы герундидің тағы да бір келесідей ережесі бар. It's no use деген екен міндетті түрде verb ing келеді. Яғни it's no use complaining. It's no use trying to change the weather деген секілді. Яғни it's no use деген құрылым ол жасаудың қажеті жоқ деген мағынаны білдіреді. Яғни бостан-босқа жалғаса ете бермеңдер дегенді it's no use complaining. Яғни жалғаса еткеннен еш пайда жоқ. Міне көрдіңіздер ма? It's no use дегеніміз еш пайда жоқ деген мағынаны білдіретін сөз. Енді жерде it's no use crying over spilled milk дегеніміз болып кеткен өткен шақтағы бір нәрсе үшін уайымдап не болмаса сол нәрсеге бола көңілді түсірудің ешқандай қажеттілігі жоқ, потому что сен оны бәрібір өзгерте алмайсың деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да it's no use crying over spilled milk болу керек. А жауабы бізде дұрыс болады. 19. You бос орын use your phone during takeoff. It's against regulations. Енді кейбір оқушылар ағай take off деген сөздің беретін мағынасы не еді? Take off дегеніміз бұл ұшақтың жерден аспанға ұшатын кезіндегі көтерілу сәтін біздер take off деп атаймыз. Яғни ұшақ аспанға көтерілген мезетте сіз телефоныңызды пайдаланбауыңыз қажет, пайдаланбауыңыз керек. Бұл біздің ережеге қарсы келеді дейді. Демек, адамға қандай да бір нәрсені жасамау қажеттілігін айту, яғни инструкция жайында болса, онда ол жерде сіздер міндетті түрде must модалитесін қолдануларыңыз керек. Сондықтан да you mustn't use б жауабы бізде дұрыс болады. 20 сұрақ. You бос орын to be angry. Жалпы мынандай құрылымдар бар еді, естеріңізде болса, seem, appear деген секілді сөздер алдында subject келсе, ол егер жаңағы he she болса seems, appears болады, потом to plus verb 1 келу керек. Яғни you seem не болса you appear to be angry, б жауабы бізде дұрыс болады. Сен ашулы көрінесің ғой деп айтты бұл жерде. Яғни appear дегеніміз көріну. 21. Which sentence uses every correctly with a frequency expression? Every деген сөздің жиілік мағынасында қолданып тұрған вариантты табыңыз дейді. They visit their grandparents each Sunday. Every деген сөз жоқ. Мына жерде тоже every деген сөз жоқ. С жауабы. We travel abroad almost every year. Біздер әр жыл сайын шетелге шығып саяхаттаймыз дейді. С жауабы бізде дұрыс болады. Бұл әр жыл сайын, яғни қандай да бір нәрсенің қаншалықты жиі орындалатындығын сипаттау үшін қолданып тұрған жиілік мағынасын беретін сөз. 22. The correct option. Дұрыс вариант тап дейді. Мына жерде earlier I would have avoided the traffic. Қараңыздар, would have avoided дегеніміз would have avoided. Бұл third conditionalдың екінші бөлімі, Бізде would have verb ed не болмаса verb 3 болатын еді. Ал демек бірінші бөлігі не болатын еді? Ол past perfect жағы. Енді мұнда бізде тағы да бір келесі ереже бар оқушылар. Third conditionalдың past perfect формасы алғашқы бөлімі инверсияға ұшыраған кезде бізде қалай өзгереді? Қараңыздар. If I had left деген секілді сөйлем болса, мұндағы if деген сөз түсіп қалады да, had деген сөз айдың алдына өтіп кетеді. Сонда had I left earlier, I would have avoided the traffic болу керек. Сондықтан да had I left earlier, яғни 22-ші сұрақта с жауабы бізде дұрыс болып тұр екен. 23. The sentence with the same meaning.
мына бір сөйлемге беретін мағынасын точь-в-точь жеткізетін сөйлем қайсы дейді. It is believed that the artist created this masterpiece. Адамдар айтады ғой, что мына өнер туындысын мына бір артист дейміз, мына суретші жасап шығарған дейді. Так, кеттік мына жерден көрейік. The жауабын бастап көрейікші. The masterpiece doesn't belong to the artist. Мұндағы өнер туындысы артистке, яғни жаңағы суретшінің жұмысы емес дейді. Жоқ. Belong деген сөз тәуелді бол деген сөз ғой. Creating the masterpiece was not believed. Мына жерде вообще-то мына өнер туындысын жасаған адам жайында айтылмаған. The artist believes people created the masterpiece. Яғни мұндағы суретші адамдар мұндағы сурет туындысын жасады деп сенеді дейді. Жоқ, бұл емес, әлбетте. Демек бізде А варианты ғана дұрыс болып тұр. People believe the artist to have created this masterpiece. Енді оқушылар мына жерде created деген өткен шақтағы сөз түрі, яғни бұны біздер past simple деп атаймыз. Осындай past simple'ды біздер келесіде, яғни reported speech'ке не болмаса дәл осындай неге айналдырған кезде, impersonal construction'ға өзгертіп жіберген кезде не болады? Past simple бізде мынандай өзгереді. To have verb ed не болмаса verb 3 болып өзгеріп кетеді. Осыны еске шығармаңыздар. 24. Дұрыс жауап тап дейді. He was covered in mud because he. Суретте қараңыздар. Mud дегеніміз бұл балшық. Яғни оның үстінің барлығы балшық болып тұрды дейді. Өткен шақта айтып тұр. Себебі ол не істеген? He gardened all morning. Бола ма? Или he's gardening now. He gardens every weekend. Немесе he had been gardening for hours. Енді бізде келесідей өткен шақта бір екі іс-әрекет орын алды дейік оқушылар. Бірінші, әлгі адам сағаттар бойы бақшаны тазалады да, сағатта, мысалы 2 сағат бойы бақшаны тазалап болғаннан кейін, оның үстін барлығы бізде не болып тұр? Кір лас-лас болып тұр. Яғни, мұнда екінші көрініп тұрған біздегі өткен шақтағы іс-әрекет, соның нәтижесіне бірінші іс-әрекет әсер етсе, онда ол бізде не болады? Past perfect жағы болу керек. Еще мұндағы бірінші орындалған іс-әрекет ұзақ уақытқа созылса, яғни іс-әрекеттің қаншалықты ұзаққа созылғандығын анықтап көрсететін сөздер болса, мысалы for hours деген секілді, онда ол past perfect continuous жағы болады. Демек, дұрыс жауап бізде Д жауабы болу керек. He was covered in mud because he had been gardening for hours. Past perfect continuous жағының формуласы had been verb ing. Келесі 25-ші сұрақты көрейік. Fill in the blank. Бұл сорын толықтырыңыз дейді. Еще не дейді? Countable nouns. Қараңыздаршы, students деген сөз бізде саналатын зат есім. Енді мұнда қай сөз бізде саналатын зат есім болып табылады деп ойлайсыздар? Much дегеніміз бұл uncountable, саналмайтын зат есімдерге қолданылады. Less деген сөз, бұл little деген сөздің салыстырмалы шырайдағы формасы, және ол бізде uncountable-дың алдында қолданады. Few деген сөз countable-дың алдында қолданса, little дегеніміз uncountable-дың алдында қолданады. Uncountable. Жері you әрпін қалдыр кеттім. Демек, there are few students in the library today. Яғни бүгін бізде кітапханада өте аз оқушы келіпті ғой. Как почти бос болып тұр дейді. Демек, дұрыс жауап бізде 25-те Б жауабы екен. Жақсы. Так, оқушылар, бір дұрыс жауаптық тест тапсырмаларын орындадық. Ал енді сіздермен бірге оқылым бөлім бойынша тест тапсырмасын орындап көрейік. Жалпы, оқылым бөлімде мәтінді толық түсініп аударып отырудың қажеттілігі жоқ. Алайда, ол пайдалырақ, конечно, егер сіздер мәтінді толық түсініп аударатын болсаңыздар, деңгейлеріңізге қараңыздар, конечно. Бірден сұраққа көшуге мен әрдайым кеңес беремін. Давайте кеттік бірден сұраққа көшейік. The highlighted word. Асы сызылған сөз. It is essential that very young dancers learn the ballet movements properly right from the beginning дейді. Яғни essential деген сөз не ол? Етістік па, істеу ме, зат есім бе, не болмаса сын есім бе? Әлбетте, it's essential, өте маңызды. Қандай? Бұл adjective, яғни Д жауабы essential сөзі adjective болатындықтан дұрыс болып тұр. Так, қараңыздар, даже мына жерде
біздер кейбір сұрақтарды мәтінді қарамай-ақ осылай бірден дұрыс жауап беруімізге де болады, иә? Екінші. Why is it important for young dancers to learn proper technique early? Не себептен жас би үйренушілерге дұрыс техниканы жастайынан үйренген өте маңызды деп тұр. Кеттік. Мынаны мәтін үшін тауып көрейікші. It can take a long time to reach professional level in ballet, so most dancers begin their training very young. Кеттің жері very young деген сөздер. It is essential that very young dancers learn the ballet movements properly right from the beginning. Хорошо. Не үшін? If they develop poor technique, егер олар қате техниканы үйреніп қалса, they may have problems later on. Яғни кейін проблема туындауы мүмкін дейді, иә? Себебі, this is because it is usually more difficult to change old habits than to learn new ones. Ал осы бар ма екен? Changing poor habits later is harder. Я, қате қабылдап қалған әдеттерді кейін өзгерту ол өте қиын дейді, иә? Демек, А варианты дұрыс болып тұр бізде. Ballet competitions start at age 5 дейді. Бұл туралы ақпарат жоқ. Dance schools require perfect skills. Так, dance school жайында вообще айтылмаған. Parents demand immediate results. Так, бұл да вообще сұраққа қатысы жоқ. Келесі. 28. How can parents evaluate a dance school's suitability? Қалайша ата-аналар би мектебінің баласына қажетті екендігін бағалай алады деп тұр. Давайте ата-аналар жайында и сол мектептің балаға тиімділігі жайында қай жерде айтылған екен көрейік. Ата-ана деген сөзді мәтіннен іздеп көрейік бірге, иә? Так, мына жерде ата-ана деген сөз таппадық. Мына бір осы параграфты көрейік. Так, ата-ана деген сөзді көрсек, біздер бірден не істеуіміз керек? Белгілеуіміз қажет, иә? Вот мына жерде қараңыздар. Parent деген сөзді көріп тұрмыз. Міне. But how can a young dancer and their parents tell which dance school is the most suitable дейді. Вот мына жерде suitable деген сөз көріп тұрмыз. Attending one of their public performances is a good way of finding out. Яғни олардың әлеуметке көрсететін қойылымдарына бару, оның ата-ананың баласына сол би мектебінің лайық па лайық емес пе екендігін анықтауына көмектеседі дейді. Яғни by attending public performances С жауабы бізде дұрыс болады екен, иә? Так, 29. Which of the following is not mentioned as part of a dance school's routine? Мұнда көрсетілгендердің қайсысы бізде би мектебінің күнделікті рутинасына жатпайды, яғни күнделікті рутинасы болып табылмайды дейді. Daily dance training, traveling to classes, normal school subjects, не болса public performances. Кеттік көрейік. Мына жерден бастады, иә? Young people who decide they want to have a ballet career can attend a dance school. Хорошо, мына жерден басталады екен. Яғни би мектебінің рутинасы қалай дейді. Here, students not only study normal school subjects, but also do daily dance training. То есть, мектептегі пәндерді ол жерде оқиды деп тұр. Демек, normal school subjects ішіне кіріп кетеді. Бізге кірмейтін керек, иә? That means they do not waste time traveling from home to dance classes. Яғни, бұл дегеніміз, ол бүкіл мектеп сыныптар ішінде болса, иә? То есть, сол би мектебінің ішінде оқу да, бидің тренингі болса, онда ол барып келіп уақытын жоғалтпайды. Мына жерде уақыт келіп кету туралы айтылған ба? Traveling to classes. Так, traveling to classes бұл әлбетте dance school'дың ішіне кірмейді. Яғни бізде бұл жауап дұрыс болып тұр. Давайте қалғандарын көрейік. Ол бар ма екен? Мына жерде жаңа айтты ғой. Daily dance training дегеніміз оның ішіне кіріп кетіп тұр. Public performance дегеніміз бар ма? Так. Public performance жайында жаңа айтты, именно dance school би мектебінің ішінде public performance'тар болады деп айтылған. Демек, бұл да рутинаның ішіне кіріп кететін болған екен, Д жауабы да қате болып тұр. Тек Б жауабы ғана бізде би мен
би мектебі мен үйдің арасындағы жол туралы айтылмаған. Так, просто уақыт өткізіп үлгермейсіз деген секілді сіздерге қосымша ақпарат беріп тұр, көмек беріп тұр. Сол себептен мәтінді осылай оқысаңыздар, дұрыс жауапты табу ыңғайлырақ болады сіздерге. 30 сұрақты көрейік. What does the author suggest about learning to sing or play an instrument for young dancers? Так, хорошо. Инструментте ойнау арқылы, не болмаса ән айту не үшін балдарға, жас бишілерге көмектеседі деп айтылған, Так, what does the author suggest about? Не үшін дейді. It's unnecessary but fun дейді. Ол не ма дейді? It's unnecessary but fun. Кеттік. Мына жерде айтылған. The first thing that young children who are interested in learning to dance often do is attend creative movement classes where they can practice basic skills like jumping and turning and just have fun. Listening to different styles of music also helps. All in addition, some people recommend that they should learn either to sing or play an instrument. Так, қараңыздар. Unnecessary but fun дейді. Бар ма? Әлбетте fun туралы айтылған, бірақ бұл не туралы? Movement classes туралы айтылған. Бұл музыка не болмаса инструмент жайында айтылмаған. Сондықтан қате. It helps them become musicians. Оларға музыкант болу көмектеседі ма? Олардың басты мақсаты музыкант емес, биші болу, It supports their dance skills. Олардың би қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Вроде жауап дұрыс. It replaces dance training. Ол би тренингтерін, яғни би жаттығуларын орын алмастырады дейді. Мынау орын алмастырады деп айтқан ба? Жоқ, орын алмастырмайды, керісінше қосымша алып жүру керек дейді. Сондықтан да Д жауабы бізде дұрыс жауап болмайды екен. 30-да бізде С жауап дұрыс. Так, оқылым бөлім бітті оқушылар. Енді кеттік. Біздер сіздермен бірге бір-бірімен сәйкестендіру форматында тест тапсырмаларын орындап көрейік. Match the suitable word to the sentence. The old library had a large, қараңыздар, large деген сын есім. Демек, сын есімнен кейін не келу керек? Бізде зат есім келу керек. In the main hall. Breaking дегеніміз бұл сын есім, adjective. Professional тоже adjective. Classy adjective. Window бізде noun. Әлбетте, демек жауап бізде The old library had a large window in the main hall болу керек. Демек, аға бізде 4 сәйкес келіп тұр екен. Бұны көрейік. She spoke in a very manner during the meeting. Ол кездесу барысында қандай манерада сөйледі? Профессионалды манерада, профессионал деңгейде деген сөз. Яғни in a very professional manner. Олай болса, бұға 2 жауабы дұрыс болады екен, Келесі, 32-ні көрейік. Time clause, purpose clause. Кеттік. Time дегеніміз уақыт, purpose дегеніміз бір нәрсенің мақсаты, After the concert ended, we went home. Концерт біткен кезде үйге қайттық дейді. After дегеніміз уақыт мағынасын білдіретін сөз, сондықтан, аға бір сәйкес келіп тұр екен. We had so much fun that we are going again tomorrow. Мына жерде жоқ. Бізде мақсат мағынасын білдіретін сөз жоқ. He left early in order not to miss a train. Мына жерде in order дегеніміз бұл мақсат мағынасын білдіріп тұр. Яғни ол ерте кетіп қалды, себебі ол өзінің train дегеніміз ол пойыз ғой. Пойыздан кешік қалмас үшін дейді. Не үшін деген сұраққа жауап беру керек. Сондықтан да Б жауабына бізде 3 сәйкес келіп тұр екен. Келесі 33-ті көрейік. No article an. Яғни, мұнда қай кезде артикль қойылады, қай кезде белгісіздік артикль қолданады дейді. Before one of a kind in a class. То есть, не болса first mentioned. Үлкен бір типтің ішінен бір нәрсе туралы айтқан кезде, мысалы, миллиондаған піл болса, миллиондаған пілдің ішінен тек бір піл туралы айтатын болсақ, еще ол піл туралы алғаш рет біздер айтып жатырған болсақ, онда an elephant, оның алдына белгісіздік артиклін айтып қоямыз. Мысалы, сіздің үлкен бір себетіңізде 10 мандарин тұрса, сол мандарин қай мандарин емес, сол мандарин ішінен біреусі белгісіз любой бір
мандарин туралы айтып жатқан болсаңыз, тогда онда оның алдына n немесе a деген секілді белгісіздік артиклін қоямыз. Сондықтан да б жауабына 1 сәйкес келіп тұр. Before superlatives, күшейтпелі шырайдың алдында v артиклі қойылады. Before languages and school subjects, тілдердің алдында не болмаса мектептегі пәндердің алдында, мысалы қандай тіл бар? Мысалы English, мектеп пәні, мысалы chemistry. Артикль қоямыз ба? Жоқ. Демек, 3-ке A-ға 3 сәйкес келеді екен. Before names of seas and oceans, теңіздер мен көлдердің теңіздер мен мұхиттардың алдында біздер V артиклін қоюымыз керек. Келесі 34-ші сұрақты көрейік. Reported prohibition, reported request. Prohibition дегеніміз біреуге запрет қою, request дегеніміз біреуден сұрау деген сөз. Кеттік, бірді көрейік. They said they had enjoyed the meal. Но бізде reported statement болады оқушылар. Әшін просто қарапайым сөйлем, The guard told us not to step beyond the rope. Так, енді қараңыздар, to tell someone not to do something, яғни told us not to do, бұл бізде reported prohibition болады, яғни аға 2 сәйкес келіп тұр. Яғни guard дегеніміз бұл күзетші бізге мұндағы қойылған жіптен асып кетпеуімізді, яғни жіптің үстінен басып кетпеуімізді ескертті деп тұр. He wondered why the lights were off. Ол не себептен жарықтардың өшіп тұрғанын білгісі келді деп тұр. Мұны бізде наоборот reported question болады. She asked me to speak a little more slowly. Ол маған баяуырақ сөйлемді өтінді, сұрады еді. Яғни бетте бұл request деген сұрау ғой, сондықтан she asked me to speak a little more slowly, reported request болады екен. Демек, бұға 4 сәйкес келеді екен. Так, 35-ші сұрақ, яғни сәйкестендіру форматында ең соңғы сұрақ, concession and reason. Кейбір оқушылар түсінбеуі мүмкін. Ағай, concession дегеніміз не деп? Concession дегеніміз бұл қарамастан деген мағынаны береді. Жаңағы although, in spite of деген секілде, болмаса even if деген секілді сөздер біздер concession болып табылады. Демек, мұнда 4-тегі even if дегеніміз concession болады. А жауабы 4. Ал reason дегеніміз себеп. Otherwise дегеніміз бұл бізде condition болады. Condition мағынасына қолданады. Subsequently дегеніміз бұл бізде consequence болып табылады. Яғни бір нәрсенің салдары, себебі, салдары, In view of дегеніміз бұл because деген мағынаны береді. Сол себептен деген сөз. Сондықтан да бұға 1 сәйкес келеді екен. In view of дегеніміз ол reason болып табылады. Келесі 36-ші сұрақ, енді бізде бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмалары. Your train leaves in 10 minutes. Сенің пойызың 10 минуттан кейін жүреді. You hurry or you'll miss it. Егер сен қазір асық не болмаса, сен оны жіберіп аласың. Жалпы бізде ағылшын тілінде келесі құрылым бар, had better дегеніміз. Had better құрылымы ол біреуге кеңес беру мақсатында қолданады. Мына жер айтып тұр ғой, кеңес беріп тұр ғой. Сен асық әйтпесе пойызын жіберіп аласың деп тұр. Демек, you had better а варианты дұрыс. Might деген келмейді. Енді ought to дегеніміз бұл оқушылар should'тың мағынасын береді. Асыққан дұрыс деп тұр. Кеңес беру мақсатында қолданып тұр. С жауабы дұрыс болады. Could дегеніміз адамның қабілетіне байланысты. Must дегеніміз you must hurry. Біреуге біздер біз әрекет жаса деп бұйырып тұрған жоқпыз ғой. Просто оған кеңес беру мақсатында айтып тұрмыз. May дегеніміз рұқсат беру мақсатында. You may hurry деп айта алмаймыз ғой, You should hurry деп айтымыз керек. Сондықтан бізде A және C жауаптары дұрыс болып тұр. 37. Бұл сұрын of the information accurate, so of them needs correction деді. Хорошо. None of the information. Обычно қараңыздар, none не болмаса, all деген секілді сөздерден кейін не болады? Қараңыздар, information деген сөз саналмайтын дәтесін.
салмайды десінен кейін міндетті түрде is не болмаса was келу керек, иә. Демек, арлардың барлығын сызып тастаймыз. Жақсы, бұны көрейік. All of the information is accurate. Барлық ақпарат бізде дұрыс дейді. So, none of them needs correction. Сол себептен олардың ешқайсысына өзгеріс енгізудің қажеті жоқ дейді. Демек, бұл варианты дұрыс екен. Сын көрейік. Some of the information is accurate, so no of them деп айтамыз ба? Жоқ оқушылар. No of them is none of them деп айтуымыз керек. Демек, С жауабында қате болады. All of the information is accurate, so барлық ақпараттар дұрыс. Сол себептен олардың кейбіріне өзгеріс енгізу қажет дейді. Жоқ. Потому что ақпараттың барлығы дұрыс, оған ешқандай түзетулердің қажеттілігі жоқ. Поэтому сам дегеніміз ол мағына жағынан келмей қалады. None of the information is accurate, so ақпараттың ешқайсысы дұрыс емес. Сол себептен барлығына түзету, яғни барлығын дұрыстау керек деп тұр. So all of them needs correction. Я, Е варианты бізде дұрыс болады екен. Демек, Б мен Е жауабы дұрыс. 36. Choose the sentence that are true but unlikely or hypothetical about the present and future. Қараңыздар оқушылар. Мына бізде hypothetical деген кезде бізде я second conditional, не болмаса third conditional келу керек. Енді егер ол hypothetical about present and future болса, онда ол second conditional болады. Ал past болса, ол third conditional болып жатыр. Так что second conditional іздейміз. Second conditional формуласы бірінші past simple, екіншісінде would plus verb one болатын еді. If she spoke Spanish, she could work in Madrid. А варианты дұрыс. If it snows tomorrow, we will cancel the trip. Бұл first conditional. Қате. If I were taller, I would join the basketball team. Я, мынау бізде дұрыс. If you had taken the train, you would have arrived earlier. Мынау бізде third conditional. When the sun rises, the birds sing. Мынау бізде оқушылар zero conditional. Were they to listen more, they might understand. Қараңыздар оқушылар. Бұлай айтып болады. They might understand деген келіп тұр. Енді мынау бізде reported conditionalдағы инверсияға ұшыраған түрі. Яғни, were they listen to more, they might understand инверсияға ұшыраған second conditional болғандықтан F вариантта бізде дұрыс болып тұр. Яғни, A, C, F дұрыс болып тұр. 38. Предпоследний сұрақ. It is used for showing contrast. Contrast дегеніміз қарама қайшылықты білдіретін сөздер қайсы дейді. Providing that дегеніміз бұл бізде шартты білдіретін, яғни condition. Whereas дегеніміз алайда, яғни бұл contrast береді. Демек, бұл жауабы дұрыс екен. Since деген сөз, бұл because деген мағынаны білдіретін себеп мағынасын білдіреді, яғни ол reason. Келмейді. For all дегеніміз бұл despite деген мағынаны білдіреді, яғни бұл да бізде contrast не болмаса concession болады. Демек, д жауабы дұрыс. So дегеніміз бұл сол себептен дейді, яғни бұл бізде consequence, іс әрекеттің салдарын білдіреді. Поэтому Е варианты болмайды. Because тоже reason. Сол себептен де бізде тек Б мен д жауаптары contrast мағынасын білдіретін сөздер болып табылады екен. Хорошо. Енді 40-шы сұрақ. Өте күшті тест форматы оқушылар. Мұнда бізде сіздерге тесті тура осындай бір диаграмма келу мүмкін. Need average monthly expenses for a student. Студенттің ай сайын жіберетін несі шығындары дейді. Мұна не жерде? Шығын түрлері жазылған. Rent, groceries, entertainment, transport, utilities дейді. Utility дегеніміз бұл бізде жаңағы су, свет, транспорт жолға байланысты, entertainment көңіл көтеруге, groceries дегеніміз тамаққа, rent дегеніміз бұл ай сайын арендаға төлейді. Мына жерде не деген? Average monthly expense. Ай сайынғы оны төлейтін шығындары фунт стерлинг бойынша көрсетілген дейді. Яғни 100, 200, 300, 400, 500, 600 деген секілді. Неді? Which statements are true based on the chart? Мұндағы диаграммаға сәйкес қай сөйлемдер дұрыс дейді. А вариантын көрейік. Rent costs less than the combined total of the other four categories. То есть, rent
арендаға төленетін ақша қалған мындағы 4 секцияның қосындысына қарағанда азырақ дейді. Қарасаңыздар, 150 мына жерде біреу. Потом 80-ге 70-ті қосақ тоже 150 болады, то есть 300 болып тұр. Потом 300-ге 40-ты қосақ 340 болып тұр. Ал 340 дегеніміз ол общий кетіп тұр, мына төртеуінікі. Ал мында 600. Наоборот, аренда барлығына қарағанда көбірек төлейді. Сондықтан мынау А варианты бізде дұрыс болмайды екен. Groceries cost more than both entertainment and transport individually дейді. Яғни тамаққа жұмсаған ақша транспорт пен көңіл көтеруге қарағанда индивидуальный, яғни әрқайсынан бөлек-бөлек салыстырғанда екеуінен де жоғары болып табылады дейді. Солай ма? Иә, дұрыс. Потому что 150, мыналар 80 мен 40. Groceries are the most expensive category apart from rent. Тамаққа жұмсалған ақша мұндағы аренданы алмай яғни аренданы қарастырмағанда басқа секцияларға қарағандағы ең көп шығынды талап ететін бөлім дейді. Солай ма? Иә, именно рентті алып тастырмаған. Apart from дегеніміз алып қарастырмағанда деген сөз. Демек, С жауабы бізде дұрыс екен. The combined cost of entertainment and utilities is higher than of the groceries. Қараңыздар, utility дегеніміз 70, entertainment дегеніміз 80, екеуінің қосындысы дейді. Higher дейді, үлкенірек дейді. Неге қарағанда? Groceries-ке қарағанда дейді. 80-ге 70 қоссақ 150. 150 мен 150 наоборот тең. Яғни екеуі бірдей болу керек. Демек, the combined cost of entertainment and utilities is equal to that of groceries десе дұрыс болушы еді. Transport is the smallest expense category. Транспортқа өте аз ақша құртады дейді. Дұрыс. Entertainment will cost less than transport. Entertainment транспортқа қарағанда азырақ дейді. Жоқ, көбірек. Поэтому бұл да қате. Дұрыс жауаптар бізде оқушылар B, C және E болады екен. Так, сонымен оқушылар, бүгін сіздермен бірге апталық осындай бір нұсқаталы сабағымен аяқтап отырмын. Егер нұсқаталы сабақ сіздерге пайдалы болған болса, онда міндетті түрде жақын уақытта ОБД тапсыратын достарыңызбен осы видео сабақты бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер біздің видеолар өте көп лайк жинап, жақсы комментарийлар жинайтын болса, онда мен міндетті түрде дәл осы секілді форматтағы жаңа нұсқаталы сабақтарын арасын суытпай, может 3-4 күннен кейін, бір аптадан кейін осы біздің YouTube каналымызға салатын боламын, бөлісетін боламын. Сол себептен менің YouTube каналыма жазылыңыздар, менің Telegram каналым, WhatsApp-ма жазсаңыздар болады курс жайлы. Егер білгілеріңіз келсе, дайындық жайында тағы қандай қосымша сұрақтарыңыз болып отырса, менімен байланысқа шықсаңыздар болады. Сабақты соңына дейін көргендеріңіз үшін барлықтарыңызға көп рахмет деген келеді. Келесі мен басқа да пайдалы сабақтарымда көріскенше сау болыңыздар.